Быйыл республикамызда көрнекті қазақ жазушысы, қоғам және мемлекет қайраткері жерлесіміз Әбіш Кекілбаевтың 60 жасқа толу мерейтойы аталып өтпек. Облыстық білім басқармасының нұсқауымен Жаңаөзен қаласының номер 5 орта мектебі Әбіштану мектебі болып аталды. Бұл игі бастаманы қалалық білім бөлімі номер 5 мектеп ұжымы қуана құптап, Әбіштану бағытында істелетін шараларды жоспарлады. Бұл шаралардың негізгі мақсаты заманымыздың көрнекті жазушысы Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын оқып, зерттеу және халыққа насихаттау. Мектептегі тіл әдебиет пән бірлестігінің жетекшісі Роза Дыбысованың жоспарлауымен Әбіш шығармашылығына арналған кабинет жабдықталмақ. Тіл әдебиет пәні мұғалімдері Әбіш шығармаларының мазмұндама және диктанттар тексттерін дайындайды, оқырмандар конференцияларын ұйымдастырады. Осындай жоспарланған шаралардың бірі Әбіш ауылына саяхат болатын. Сәті түсіп ойластырылған бұл игі шарада жүзеге асты. Өзен энергомұнай басшысы Еспосыновтың көлікпен көмектесуінің арқасында мектеп ұжымы Оңды ауылына барып қайтты. Бұл сапарда оларды Әбіш ауылына ертіп барып таныстырған Оңды мектебінің түлегі Әбіш ағамыздың жақын қарындасы, қалалық білім бөлімінің бас маманы Боранбаева Қатира болды. Номер 5 мектеп директоры Дүйсенбаев Қожахмет бастап барған мұғалімдер мен оқушылар ұжымы Оңды ауылындағы Әбіш оқыған мектеп ішін аралап, сол ауылда тұратын Әбіштің немере ағасы Ниязов Мұқыр Ақсақалдың үйінде болып сұхбаттасты. Әбіш ауылына саяхатқа шыққан номер 5 мектеп ұжымы жақсы әсерлермен оралды. Олар өз жұмыстарына қажет біраз тың материалдар жинақтаған сыңайлары бар.